Өте дәмді спагетти тағамын жасаймыз. Ол үшін бізге бір дана перец қажет. Оны осылай жақсылап майдалап турап аламыз. Және де бір дана пияз, 2 дана картоп қажет болады. Перцімізді турап болғаннан кейін пиязымызды да дәл солай майдалап турап шығамыз. Картошкамызды да турап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турай берсеңіздер болады. Енді қара кесек етімізді кубиктап турап шығамыз. Сковородкамызды отқа қойып, үстіне сұйық майын құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған табамыздың үстіне етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Етімізді қуырып алғаннан кейін үстінен перціміз бен пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Одан кейін картошкамызды салып қуырамыз. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Жақсылап қуырып алғаннан кейін үстінен томат пастасын саламыз. Дәміне қарай тұзын қосып араластырамыз. Және де қызыл бұрыш, қара бұрыш, сонымен қатар универсальный приправа қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне салқын суымызды құйып, бұрқылдағанша қайнатамыз. Суымыз қайнағаннан кейін астын басып, бір 15-20 минутқа бұқтырып қоясыздар. Суымыз бұрқылдап қайнаған кезде дәмін бір көріп алыңыздар. Тұзы жоқ болса, тұзын қосамыз. Ішіндегі еті, картошкасы піскеннен кейін үстіне спагеттиімізді сала береміз. Спагеттиімізді үйдегі адам санына қарай саласыздар. Спагеттиімізді осылай кезек-кезек қиғаштап салып шығасыздар. Сонымен қатар ортасын бөліп салуға да болады. Дәл осылай мен сияқты салып шығыңыздар. Сол кезде спагеттиларыңыз бір-біріне қатты жабысып қалмайтын болады. Одан кейін сорпасына тиетіндей етіп батырып шығасыздар.
Барлығын салып алғаннан кейін орташа отта 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің спагеттиіміз дайын болды. Астын үстіне қаратып, бір араластырып шығасыздар. Спагеттиіміз бір-біріне жабыспай, әдемі болып шығады. Дәл осылай жасап көріңіздер, дәмі де өте дәмді болып шығады. Осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Менде көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де сіздер спагеттиді қалай басасыздар, сол жайында комментарийға жаза кетіңіздер.